Шипажайдағы тағы бір күнім сағат 7:30-да біз стадионға таңғы жаттығуға түстік. Таңғы жаттығуды сергіп алып, біз таңғы асымызға бардық. Таңғы ас бізде ровно 8:00-де басталып кетеді. Міне көрдіңіздер, қаншама тамақты жеп алып, 8:30-да біз ем бастап кеттік. Солевая шахта, Марада. Одан қалды, арасында сәл демалып алып, түскі асымыз сағат 1:00-де түскі ас. Көріп тұрсыздар, түскі ас деген қандай керемет, 5 күн бойы 5 түрлі тамақ жедік. Ал одан кейін ол тамақты енді сіңдіру керек. Спорт залға бардық. Спорт залда секіріп жүгіріп алып, қайтадан 2:30-да біз емді бастап кеттік. Міне көрдіңіздер, электрофорез, хвойная, жемчужная ванна, керемет емдер алып, біз 5 асқа түстік. 5 аста міндетті түрде бізде выпечка болады. Выпечка мен шайды бұрықтып жеп алып, фруктымызды жеп алып, ол тамақты тағы да тарату керек. Не керек? Содан 4-ші этажға шығып, қыздар келіншектер болып караоке тыңдаймыз. Арасында осылай ата-әжелер көңіл көтеріп, дискотека ұйымдастырып қояды, асты күтіп тұрып. Содан не керек? Кешкі асымыздың уақыты болып қалады 6:30-да. Оған таңқиып тойып алып, оны тағы тарату керек. Ата-әжелердің биін қарап тағы да тұрамыз. Одан кейін міне көрдіңіздер, бет күтімді жасап, сосын ұйқыға кетеміз. Ал ендеше мен влогым ұнаса, лайк, комментарий тастап, маған жазылуды ұмытпаңыздар.